Так, олай болса біз сабағымызды бастайық. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Саламатсыздар. Саламатсыз. Саламатсыздар. Бүгін бізде ОТС 22 тобында ашық сабақ, пән атауы теміржолдың жалпы курсы. Сабағымыздың тақырыбы бекеттердегі бағыттамалар мен сигналдар және ССБ жүйесі. Бүгін біз бекеттегі бағыттаманың жұмысы туралы, бекеттердегі сигналдардың қызметі және ССБ жүйесі туралы ақпараттармен танысамыз. Алдымен сабақтың мақсаты. Сабақтың мақсаты білімділік, теміржол туралы жалпы мәліметтер, бекеттердегі бағыттамалар, сигналдардың жұмыстары мен түрлерімен танысу, және техникалық маман ретінде жұмысқа деген жауапкершілікті ояту, сонымен қатар оқушылардың ойларын тұжырымдау қабілетін, логикалық ойлау қабілеттеріңізді қалыптастыру бойынша бүгінгі сабағымызды өтеміз. Сабағымызды Ахмет Байтұрсыновтың адамға тіл мен құлақ қалай керек болса, білім де сондай қажет деген әдемі сөзімен бастағымыз келіп отыр. Білім деген ол таусылмас қазына, өздеріңіз білесіздер. Олай болса, біз үй тапсырмасынан бастаймыз. Үй тапсырмасының өткен тақырыптарды кім еске түсіреді? Қандай тақырыптарды өттік? Бір қайталап жіберейік. Ең бірінші біз теміржол туралы мәлімет алдық. Одан соң теміржол туралы негізгі ақпараттармен таныстық. жолдың жоғары құрылысын өттік, көлік жүйесі туралы өттік. Жолдың жоғарғы құрылысы, көлік жүйесі туралы өттік. Тағы да қандай тақырыптар? Бағыттама құрылысын. Бағыттама құрылысы. Рельстер, бағыттама құрылысы, жолдың жоғарғы құрылысы, бұның барлығы бір тақырыпта өттік, біз бір тақырыпта берілді. Тағы да вагон шаруашылығы. Локомотив шаруашылығы. Қай тақырыпқа келіп тоқталдық біз өткен сабақта, өткен аптада? Бөлім бекеттері. Бөлім бекеттеріне келдік, Жақсы. Олай болса, біз уақытымыз шектеулі, уақытымызды тиімді пайдалану үшін суреттер арқылы, сұрақ-жауап арқылы үй тапсырмасын сұраймын, Бізде қазір Назым бар ма? Апай, айта беріңіз. Назым айта ғой. Теміржол Дайынсың ба? Теміржол көлігінің маңызы. Көлік, соның ішінде теміржол көлігі еліміздің экономикалық өркендеуге маңызды рөл атқарады. Және де теміржол көлігінің маңызы мен ерекшелігі. Апай, айтып жатырмын, апай. Естіп отырмын, айта ғой. Естіліп тұр, Назым. Жақсы. Назым, қысқаша мына сұраққа жауап бере ғой. Слайдта не көріп тұрсың? Мына суреттер нені көрсетеді? Нені білдіріп тұр? Теміржол көлігінің маңызы ол климат жағдайларына тәуелсіз жұмыс жасай береді. Күнбе-күн жүктерді және тасымалдаушылар мүмкін тасымалдайды. Яғни ол универсал көлік, ол жаңағы климат шарттарына тәуелсіз жұмыс жасай береді. Және ол басқа да көліктердің жүктерін керек кезінде тасымалдай алады. Жақсы. Менің сұрағым мынадай. Мына жерде мен тек қана теміржол көлігін көрсеткен жоқпын, басқа да көліктерді көрсетіп қойдым. Мысалы, автомобиль көлігі, су көлігі, әуе көлігі. Неге? Олардың қызметтері барлығы бірдей. Адам тасымалдайды. Нені білдіріп тұр бұл сурет? Кім жауап береді? Барлығы бір қызметті атқарады. Дұрыс. Апай, сізге менің даусым шықпай тұр ма, дұрыс? Дауыс жақсы шығып тұр. Назым, қайдасың? Жақсы, олай болса,
Ақбота, сен жауап бере қойшы. Ақбота, не себептен мен көліктің түрлерін бір-бірімен байланыстырып қойдым? Ол қандай жауапты беріп тұр? Микрофоныңды аша темір қой. жол көлігі ол универсал көлік. Атқаратын қызметтері бар. Осы көліктердің барлығы бір-бірімен байланысып нені құрап тұр? Нені құрап тұр? Көлік жүйесін құрап тұр. Көліктер жүйесі. Я. Көлік жүйесі дегеніміз не, Назым? Көлік жүйесі дегеніміз не ол? Көлік жүйесі дегеніміз темір жол саласын байланыстырып, толықтырып, көліктердің әр түрінің бір-бірімен байланысып, бірін-бірі толықтыруы. Қай көлікті алсақ та, олар барлығы да жолаушыларды, жүктерді тасымалдайды. Бір қызметті іске асырып тұр, бір-бірімен байланыса отырып. Соны көлік жүйесі деп айтамыз. Жақсы, әрі қарай. Келесі, жаңа бізге айтты, Айдана жолдың жоғарғы құрылысы деген тақырыпты да өттік деді. Оның ішінде рельстер де бар, бағыттамалар да бар, барлығы бар. Енді мына сурет бойынша кім айтады бізге? Жолдың жоғарғы құрылысы. Мейірбек, не көріп тұрмыз? жолдың үстіңгі құрылысы. Яғни темір жол. Рельстер стрелка қойып қойдым. Рельстердің шпалдардың балас қабатын бір-бірімен байланыстырып қойдым. Неге? Мейірбек? Олар толық бір жүйені. Бір жүйе. Нені құрап тұр бір-бірімен байланысып? Қандай қызметті іске асырып тұр? Жолдың үстіңгі құрылысын, темір жолды құрап тұр бұлар. Темір жолдың негізгі элементтері. Осының әрқайсысы өзіне тән атқаратын қызметі бар, біреуін алып тасташы, мысалы шпалды алып таста, не болады? Толық бір жүйені құрайды бұлар, рельстер. Жақсы. Олай болса, үй тапсырмасын әрбір өткен тақырып бойынша бір-бір сұрақтан сіздерге қояйын. Осымен үй тапсырмасын бекітейік. Жолдың төменгі құрылысы дегеніміз не? Ол не үшін керек? Кім жауап береді? Жер төсемі. Жер төсемі, Ақбота. Жолдың төменгі құрылысы дегеніміз жер төсемі. Ол не үшін керек? Жер төсемі. Жолдың жоғарғы бөлімін Жолдың жоғарғы құрылысын салу үшін керек. Жақсы, молодец. Келесі сұрақ. Вагон түрлері және қызметін атаңыз. Вагон шаруашылығы деген тақырыпта өттік. Қандай түрлері бар вагонның? Локомотив. Локомотив. Локомотив? Локомотив дегеніміз ол тепловоздар ғой. Біз вагон шаруашылығында өттік қой. Жолаушылар вагондары және жүк тасымалдаушы. Жүк тасымалдайтын вагондар. Жақсы. Келесі сұрақ. Көлік жүйесі неше топқа бөлінеді? Жаңа басында айтып кеттік, көлік жүйесі. Көлік жүйесі екі топқа бөлінеді. Екі топқа, қандай? Магистралды және ішкі кәсіпорындық. Ішкі кәсіпорындық көліктер. Магистралдық көліктер дегеніміз ол қандай көліктер? Темір жол, теңіз, әуе, автомобиль және тағы басқа көліктер жатады. Ішкі кәсіпорындық көліктер дегеніміз? Ішкі кәсіпорындық көліктерге жергілікті технологиялық тасымалдауды және мекемелердің қажеттіліктерін қамтамасыз ететін көліктер жатады. Жақсы. Келесі сұрағымыз, стрелка бұрмасының негізгі элементтерін атаңыз. Стрелка бұрмасының не ол? Аслан, сен айта қойшы. Стрелка бұрмасы 9 бөлшекке бөлінеді. Олар бұру механизмі және негізгі рельстер, ұштамалар, сосын шынама рельстері. Бұл жерде ұштама топтары рельсті бұру.
бұру Рельсті бұру емес, бір бағыттағы жылжымалы құрамды иә бұру үшін, екінші жолға салу үшін Жалғау. керек. Жақсы. иә Біздің соңғы сұрағымыз бөлім бекеттері дегеніміз не? Өткен сабақта осы бөлім бекеттеріне келіп Бөлім- тоқталдық. Бөлім бекеттері дегеніміз айтып отырғандай осы басы озу бекеттері, айырым бекеттер және станциялар мен рельстер жатады. Рельстер емес, дұрыс иә. Және олардың бөлім бекеттерінің әрқайсысының өзінің айырым бекеті, станциялар. Иә. Және атқаратын қызметтерде әртүрлі. Қандай қызмет атқарады бөлім бекеттері? Мысалы, станциялар, разъездер қандай қызмет атқарады? Жолаушылар тасымалдау, тип, жүк тиеу, локомотив шаруашылығы, вагон шаруашылығы барлығы жатады. Жақсы. Жақсы, олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Осымен өткен тақырыптарды қорытындыладық, қысқа нұсқа, енді бүгінгі тақырыбымыз. Дәптерлеріңізді ашып отырыңыздар, қажетті ақпараттарды түртіп жазып алып отырамыз. Лекцияның толық нұсқасы салынды сайтқа, сабақ аяқталған соң көшіріп аласыздар. Тақырыбымыз бекеттердегі бағыттамалар, сигналдар және ССБ құрылғысы туралы. Бекет дегеніміз жаңа айттық, станциялар, разъездер, басып озу бекеттері. Осы бекеттердегі бағыттамалар мен сигналдар пойыздарды қабылдап жөнелтуге арналған. Сонымен қатар, станцияда пойыздардың жүрісін реттеп маршрутты бақылайды. Бағыттамаға тағы да келейік. Бағыттама дегеніміз жылжымалы құрамды бір жолдан екінші жолға ауыстыруға арналған. Бағыттаманың элементтерін жаңа Аслан айтып кеткенде, өткен сабақтарда біз өттік, суретін дәптерлермен салдыңыздар. Негізгі рельстерден тұрады, ұштамалардан тұрады, бұру механизмінен, брустардан тұрады, айқастырмадан, жанама рельстерден тұрады. Енді осы бағыттаманың бойымен жылжымалы құрамды біз өткізуіміз керек. Ол ненің көмегімен жұмыс жасайды? Бағыттама белгілі бір қондырғылардың көмегімен, автоматты қондырғының көмегімен өздігінен автоматты түрде ол жылжып отырады. Элементтері жылжып отырады. Мына жерде көріп тұрсыздар ғой. Негізгі рельстер, ұштамалар, оларды жалғап тұрған тартпалар бар, Осы бір жолдан екінші жолға ауыстыру үшін бұру механизмінің көмегімен осы ұштамалар жылжып тұрады. Осы ұштаманың жылжуын, ығысуын ұштама адымы деп атаймыз. Оның өлшемі 147 мм-ден кем болмауы керек. Яғни, жолдың бойында, әсіресе осы бағыттамалардың бойындағы шектік өлшемдер қатаң сақталуы тиіс. Себебі, жаңа айтқандай жолдың бойындағы бағыттамалар мен сигналдар, олар пойыздардың қозғалысына тікелей жауап береді. Пойыздардың қалыпты жүруін қамтамасыз етеді. Түсіндік қой? Жаңағы менің айтқан өлшемін, мысалы, жол табанының ені дейміз. Жол табанының ені дегеніміз рельс шүйделерінің ішкі қырларының арақашықтығы. Оны өлшейтін құралды біз шаблон деп атаймыз. Жол табанының ені 1520 мм болуы тиіс. Осындай негізгі ақпараттар ертең тест сұрақтарында да келеді, дәптерлеріңе түртіп жазып отырыңыздар. Әрі қарай, станциядағы бағыттама бойында бірнеше ақаулар кездесуі мүмкін. Осы ақаулардың біреуі болған жағдайда, оған үстімен жүретін пойыздарға, жылжымалы құрамдарға тікелей қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан осындай ақауларды болдырмау керек. Алдын алуымыз керек. Түсініп отырмыз ба? Естіліп тұр ма? Қандай ақаулар? Мысалы, жаңа элементтерін айтып кеттік қой біз бағыттаманың. Мысалы, ұштаманың тартпадан ажырап кетуі. Немесе, ұштаманың негізгі рельстен арасы ашылып кетуі, алшақтауы болуы мүмкін. Ол 4 мм одан да асып кетсе, ол да ақау болып есептеледі. Немесе, бағыттаманың жекелеген элементтерінің сынуы, немесе жарылып кетуі.
өзекшенің, жанама рельстің, негізгі рельстердің сынып кетуі, жарықтар болуы, көлденең сынықтар, ойықтар, бұлардың барлығы бағыттама бойындағы ақауларға жатады. Тағы да міне жанама рельстер болттарының ажырап кетуі. Біз өткен сабақтарда көрдіңіздер ме? Өтіп кеткен сабақтарымыздың барлығы бір-бірімен байланысып тұр, иә? Мысалы, болттар керек қой, жолдың жоғарғы құрылысы, темір жолды салуға. Рельстер керек, әрқайсының атқарып тұратын қызметі бар дедік. Осылардың біреуі болмай қалсыншы, біздің пойызымыз қалыпты жүрмейді. Солай ма? Міне, болттар ажырап кеткен жағдайда жылжымалы құрамның қозғалысына қауіп төнуі мүмкін. Сондықтан да бағыттаманың үнемі бір қалыпта ұстап, тексеріп отыруымыз керек. Бағыттаманың дұрыс жұмыс жасауы, тікелей дұрыс жұмыс жасамауы тікелей қауіп әкеледі. Сондықтан бағыттаманың жағдайын күнделікті тексеріп отыру, олардың дұрыс бекітілуін, қажалу мөлшерін бақылап отыруымыз керек, және жаңағы айтып кеткен ақаулардың болдырмауын алдын алуымыз керек. Енді қорыта келе, жалпы қай теміржолшыны алатын болсақ та, ол мейлі путеец болсын, ол механик болсын, ол вагониктер болсын, электриктер болсын, барлығының атқаратын міндеті бір. Қандай міндеті? Жүріс қауіпсіздігін, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Және теміржолдың қатаң тәртібіне бағыну. Түсіндік қой? Келесі сигналдар. Бекеттердегі бағыттамалар мен сигналдар дедік қой. Енді сигналдар да тікелей жылжымалы қызмет атқарып тұрады. Сигнал дегеніміз көзге көрінетін және дыбыс арқылы бұйрық беретін белгі. Бір сөзбен айтқанда, сигнал деген ол бұйрық. Сигналдың түрлері екі түрі болады: көрінетін сигнал және дыбыс сигналы. Көрінетін сигналдың өзі күндізгі, түнгі және тәуліктік болып бөлінеді. Жазып аламыз. Көрінетін сигналдарға, мысалы, бағдаршамдар, шиттар, фонариктер, жалаушалар, басқа да сигналдық белгілер жатады. Ал дыбыстық сигналдарға гудоктар, сиреналар, ысқырықтарды жатқызуға болады. Сигналдар тұрақты сигналдар, қорғаушы сигналдар, қолмен берілетін сигналдар, маневр жұмыстарында қолданылатын сигналдар болып бөлінеді. Теміржолдағы тұрақты сигналдарға бағдаршамдар жатады. Бағдаршам дегенді білеміз ғой? Теміржол бойында. ОТС 22 тобы. Бағдаршамның қандай түсі болады? Үш түсі кездеседі: қызыл, сары, жасыл. Қызыл, сары, жасыл түстері болады. Бағдаршам деген жарық пен белгі беру арқылы теміржолдағы қозғалысты реттеуге арналған құрылғы. Бірақ теміржолда тек қана үш түсі емес, сонымен қатар ақ және көк түсті бағдаршам жарықтары бар. Қызыл тоқта дегенді білдіреді, сигналдан өтуге тыйым салынады. Сары сақтан, яғни сақ бол. Жасыл жүруге болады, жол ашық дегенді. Ақ түс маневрге рұқсат, көк түс маневрге рұқсат жоқ дегенді білдіреді. Ары қарай. Енді орналасу түріне қарай, орналасу орындарына қарай, кіре беріс, шыға беріс, маршруттық, өткізетін, бөгеуші, ескертуші, қайталаушы, локомотивтік, маневрлік, дөңестік бағдаршамдар болып бөлінеді. Осы аталған бағдаршамдардың әрқайсының өзінің атқаратын қызметі бар. Және өздерінің орналасатын орындары бар. Мысалы, мына слайд сіздерге көрініп тұр ма? Айтқан бағдаршамның түрлері: кіру бағдаршамы, маршруттық бағдаршам, шығу бағдаршамы. Осы бағдаршамдар қандай қызмет атқарады?
станцияға, яғни бөлім бекетіне пойыздарды қабылдап жөнелту қызметін атқарады. Мысалы, кіру бағдаршамы станцияның шетінде тұр. Арайлым, естіліп тұр ма? Түсініп отырмыз ғой? Кіру бағдаршамының қызметі перегоннан станцияға пойызды қабылдауға рұқсат береді, немесе тыйым салады. Әрбір бағдаршамның өзінің атқаратын қызметі бар. Мысалы, маршруттық бағдаршам өзінің аты айтып тұрғандай, станцияның бір ауданынан екінші ауданына өтуге рұқсат береді, немесе тыйым салады. Шығу бағдаршамы станцияның шетінде тұрады. Станциядан пойызға шығып кетуге рұқсат береді, немесе тыйым салады. Түсіндік қой? Енді осы бағдаршамдардың, бағыттамалардың қалыпты жұмыс жасауына тікелей әсер ететін СЦБ жүйесі бар. СЦБ дегеніміз ол сигнализация, централизация, блокировка жүйесі. СЦБ дегеніміз пойыздардың қозғалысын реттейтін жетік құрылғы. Бекеттердегі бағыттамалар мен сигналдарды басқару үшін, пойыздар жүрісін реттеу үшін, маршруттарды реттеу үшін осы СЦБ құрылғысы қызмет етеді. Естіңіз бар ма СЦБ туралы? Сигнализация, централизация деген енді орталықтандыру деп аударамыз. Маршрут дегеніміз не ол? Маршрут дегеніміз пойыздың станциядағы белгілі бағытта бекітілген бағыттамамен, рұқсат сигналының көрсеткен бағытымен жүру жолын айтады. Маршрут. Осы анықтамаларды жазып аламыз. Алдағы уақытта тест сұрақтарында кездеседі барлығы. СЦБ жүйесінің өзі аралық және станциялық болып бөлінеді. Оның өзі автоматты блокировка, жартылай автоматты блокировка, электрлік орталықтандыру, диспетчерлік орталықтандыру болып бөлінеді. Осы аталған құрылғылардың барлығы не үшін қызмет етеді? Пойыздар жүрісін реттеу үшін, маршруттарды бақылау үшін, бағдаршамдарды басқару үшін, бағыттамалардың дұрыс жұмыс жасауы үшін қызмет етеді. Түсінікті ме, оқушылар? Түсініп отырмыз ба? Бағыттамалардың, сигналдардың қызметі және СЦБ жүйесінің қызметі. Олай болса, мына слайдты, суретті сіздерге көрсетейін. Не түсіндіңіздер? Мына жерде не көрсетілген? Апам айтайыншы, станциялар көрсетілген А, Б, Г деген. Одан кейін станциялардағы жолдар. Несвелі. Одан кейін кіріп келе жатқан жылжымалы құрам көрсетіліп тұр, сигнал, жолдың бойындағы бағдаршам. Жалпы айтқанда, осы жақтағы бүкіл байланыстар, СЦБ және бағыттамалар бір-бірімен байланысып тұр. Біздің жаңағы тақырыбымызда айтқандай, бекеттердегі жолдар, бағыттамалар, сигналдар көрсетілген. Сонымен біздің бекеттердегі бағыттамалар мен сигналдар не үшін керек? Не үшін керек болды? Жылжымалы құрамды қарсы алып алу үшін және жөнелту үшін. Жылжымалы құрамды қабылдап жөнелту үшін қызмет атқарады. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Жаңа сабақты қазір бекітейік. Жаңа сабақты бекіту үшін мен сіздерге жасырын сұрақ қоямын. Жасырын сұрақ, уақытымыздың тығыздығына байланысты сұрақтардың санын мен азайттым. Белсенді қатысайық, кім бар бізде? Аққұл бір сұрақты таңдай қой. Аққұл? Сұрақты таңдайсың. Төртінші сұрақ? Мына жерде төртінші сұрақты таңдаймыз қазір.
Темір жолдағы тұрақты сигналға не жатады? Қазір. Жаңа ғана айттық. Темір жолдағы тұрақты сигналға не жатады? Сигналдың түрлері көп дедім ғой. Флажоктар, жалаушалар, фонариктер, щиттар және не туралы айттық? Түрлерін айттық қой. Көрінетін және дыбыс. Тұрақты сигнал жат түстерін айттық қой. Қызыл, сары болады, сонымен қатар ақ және көк болады деді. Ақ және көк болады. Не ол? Бағдаршам. Темір жолдағы тұрақты сигналға бағдаршам жатады. Келесі сұрақ. Мейірбек бір сұрақ таңдай ғой. Қай сұрақ таңдаймыз? Мейірбек. Жақсы. Салтанат, сұрақ таңдаймыз. Таңдай ғой. Салтанат. Нешінші сұрақ таңдаймыз? Уақытымыз болып қалды, уақытты өткізбейміз. Естіліп тұр ма? Иә, апай. Таңдай ғой. Сұрақ апай. Жақсы, бұлай қояйыншы. Сигнал дегеніміз не? Жалпы бәріміз жауап бере берейік. Солай қорытындылайық. Сигнал дегеніміз не болды? Назым? Сигнал дегеніміз темір жол сигналдары мен нұсқауларда бекітілген тәртіп Сигнал дегеніміз бұйрық. Сигнал дегеніміз бұйрық. Бір сөзбен айтқанда, жаңа айттым ғой, көзге көрінетін және дыбыс арқылы берілетін бұйрық. Жауабы. Жазып алыңыздар өздеріңізге. Сигнал дегеніміз көзге көрінетін және дыбыс арқылы берілетін бұйрық. Келесі сұрақ. СОБ жүйесі не үшін керек? Сигнализация, орталықтандыру, блокировка жүйесі не үшін керек? Не үшін керек? Бекеттердегі бағыттамалар мен сигналдарды басқару үшін керек. Бекеттердегі бағыттамалар мен сигналдарды басқару үшін керек. Жақсы, біздің уақытымыз аяқталған сияқты. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Бүгінгі сабаққа белсенді қосылып отырған оқушыларды айтып кеткім келеді. Несібелі, Назым, Мейірбек, Аслан бізде сұрақтарға жауап берген бүгін. Ақбота, Аққу. Сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі тақырып түсінікті ма? Апай. Айдана. Түсінікті. Түсінікті. Олай болса, үйге тапсырма, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Негізгі біздің өтіп жатқан бөліміміз темір жолдағы сигналдар, бекеттердегі бағыттамалар мен сигналдар, сигнализация, орталықтандыру, блокировка жүйелері. Лекцияны толықтырып дәптерге жазамыз. Лекция бізде EduPage-де салынып тұр. Және қосымша дәптерге өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап береміз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты бөлім бекеттеріндегі бағыттамалар мен сигналдардың жұмысы, сигналдардың түрлері, автоматты блокировка, орталықтандыру жүйесі не үшін керек? Осы 3 сұраққа жауап беріп, лекцияны толықтырып жазып саламыз. Жарай ма? Апай, жақсы. Қосымша жұмыстарымды қарап отырып, бағаларымды толықтырып, сайтқа саламын, журналға. Жақсы, сабағымыз аяқталды.